Түн суық болды. Міне біз Қаракөлден шығып Бұқтырма көліне қарай бара жатырмыз. Жолда бірнеше нысанға соғамыз деген жоспар бар. Өкінішке орай мұзтау ашылған жоқ. Мұзтауды көре алмадық. Осымен экспедицияның 6-шы күні басталып та кетті. Біз қазір водопадқа келдік. Сарқырамасына Қаракөл деген. Қаракөлден ағып жатқан сарқырамасы. Қаракөл сарқырамасы. Қарау алаңы дейді. Жолдан 150 метр жерде шамамен. Қараңыздар, ана жақтан ағып келіп былай түседі. Бұл Қаракөл көлінен ағып шығатын өзен төменге барып Бұқтырма өзеніне қосылады. Бұқтырма өзенін бойлай Бұқтырма көліне қарай бара жатырмыз. Қазір мынау жолдың ең қиын бөліктерінің бірі. Міне біздің көліктің дөңгелегі тесіліп қалды. Біз жөндеп жатырмыз. Бұның бәрі нашар жолдардың кесірінен. Шықпайды? Мынау міне Бұқтырма өзені, тау өзені. Ана төмен жақта сарқырап ағып жатыр еді. Мына жерде сәл тыныш ағуда. Мүмкін асты бұрқырап та жатқан шығар. Осындай өзен. Біздің көліктер ары бері өтуде. Міне Бұқтырма өзенінің жанындамыз. Қазір түскі ас ішіп жатырмыз. Өзен түсі сұр түсті. Құмы да сұр. Цемент сияқты. Опа, міне. Мынау Қазақстанның шығыстағы ең шеткі нүктесі. Ана жерде бекет тұр. Соның 10 шақырымнан кейін Ресей шекарасы басталады. Мына тұста Қытай шекарасы басталады. Қысқасы осылай. Үш шекараның қиылысатын тұсы. Ну как, белая или голубая глина. Ей делают косметические маски, да. Потом прочищает поры, кожа становится нежная, светлая. Бұл шекаралық аймақ, сол себептен құжаттар тексеріп жатыр. Мұнда әскери қызметкерлер. Жол ақырындап қиындап жатыр. Анау жеткесін бірақ шықсын деп, анау астындағы не күтіп тұр ғой рациямен. Бұқтырма көлінің жағасына жеттік. Бұл көлге жету жолы өте қиын. Кешегі Қаракөл теңіз деңгейінен 2000 метр биіктікте болса, Бұқтырма 2,5 метр биіктікте. Өте әдемі. Көлдің жағасымен жүріп келе жатырмыз. Міне жерді қараңыздар. Жұмсақ. Аяққа кілем сияқты. Жұмсақ. Оп, мына жер су міне. Байқамай түсіп кете жаздадық. Баға келген жолға қараңыздар. Оп. Оп. Аяққа массаж. Мына су мөлдір екен, қараңыздар. О, қандай түбі көрініп тұр.
Сіз Асеке суға түсесіз ба? Жоқ, рахмет. Барлық көлге түсіп, бұқтырмаға түспей кетсек ақ болар деп кіріп баратырмыз. Мөлдір су, башағы таяз. Сол себептен сәл тереңдеу жеріне жету үшін жүру керек. Асты тас, тау суы болғаннан кейін суық қой енді. Бұқтырма көлі. Алтайдай жер қайда. Көл қалай екен? Ой, тамаша екен. Өте тамаша, ғажап. Қазақстанда осындай жерлер көп. Сондықтан Намат Эксплорермен ылғи осылай қыдырып жүріп, көп нәрсені көріп, қуанып, көрсетіп жүре берейін. Көлігіңіз қалай? Көлік міне. Toyota Hilux алыңдар. Басқасы керек жоқ. Таутекелі деген жерге келдік. Таутекелі қонақ үйі. Тақтайша бар екен. Осы қорықтың ішінде ұнағаны осындай тақтайшалар. Барлық жерде атауларын жазып қойған. Керемет. Өте үйлесімді. Бұл аңшыларға арналған қонақжай. Мұнда қыста әсіресе келіп ауа райында аңшылықтың маусым басталған кезде таутекелерді ататын жер бар. Жоғарыда тауда өте көптеген таутекелер бар, бірақ қазір мораторий жарылап, ол жануар біздің көршілерімізге де бір тыныштық орнады, бейбіт заман, тура бір тәуелсіздік алған қазақ елі сияқты, оларда қазір емін-еркін көбейіп жылдан жылға сайын. Сол мораторийді жарылаған азаматтардың бір бас істеді. Рахмет, сондай бас істейтін азаматтар көп бола берсін. Лагерь құрылып жатыр, міне көліктеріміз келіп жатыр, өте ыңғайлы жерде орналасқан. Айнала қоршаған орман, мына жақ міне сай, тамақтың иісі шығуда. Титан қайнап жатыр. Осымен экспедициямыздың 6-шы күні аяқталып десе де болады. Қазір кешкі асымызды ішеміз, шатырларымызды құрамыз, одан кейін ұйқыға жатамыз. Осылай, сау болыңыздар.